Саламатсыздар ма? Бүгін сіздерге өте керемет Magic Wallet бағдарламасы жайлы айтатын боламын. Толығырақ айтқанда, осы компанияның маркетингісімен таныстырамын сіздерді. Magic Wallet сиқырлы әмиян деп аталады. Бұл Magic Wallet бағдарламасында 3 пакет бар. Біріншісі мини, екіншісі меди, үшіншісі макси деп аталады. Мынау мини 1, 2, 3. Мини 1, 2, 3. Көріп отқаныңыздай 3 столы бар. Мини бірге тұру небәрі $7. Бұл $7 көріп тұрғаныңыздай өте қолайлы кіріс саны, бұл $7-ға сіз тек қана бұл компаниядан орын ғана алып қоймай, $7-ға сіз өзіңіздің суреттеріңізді әрлеуге, сурет жасауға, осы көріп отқаныңыздай социалды жүйелерде, социалды программалар, Instagram, ВКонтакте, қай жерде болсын, суретті өңдеуді қажет етеді. Сол суретті өңдеуді сіздерде мини пакеті арқылы үйрене аласыздар. Енді сіздер Magic Walletке келген кезде басты мақсаттарыңыз не бизнес жасауға шақыру кісілерді, немесе осы компанияның тауарына адамдарды шақыру болып табылады сіздің жұмысыңыз. Бұл жерде сіз адам шақыру делінген соң энное количество людей дейді, санымен көрсетеміз. Себебі көбірек адам шақырған сайын бұл жерде сіздің табысыңыз тезірек болады, және де былай айтқанда ұлғая бастайды. Енді сіздер матрицаға тұрдыңыздар, матрицаға $5 мен тұрамыз, $2 компанияның дамуына алынады. Сіздің мысалға алайық, 2 адам шақырдыңыз, міне бірінші адамыңыз, екінші адамыңыз. Сіздің осы адамыңыздың біреуі өзінің бірінші серіктесін шақырған кезде сіз $5 табыс табасыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте тез табыс табасыз. Ал қалған 3 адамнан сіздер мини 2-ге өтесіздер. Мини 2 өте кішкентай ғана матрицадан тұрады. Былай айтқанда 3 орындық матрица, удвоитель дейді. Бірінші адамнан $5 табыс табасыз. Ол адам өзінің, бірінші адамыңыз сіздің дәл осындай матрица жапты, артыңыздан келіп түсті. Мынау партнер да өзінің дәл осындай матрицасына жауып, сіздің артыңыздан келіп түседі. Осы матрица жабылған соң, сіз пакет мини 3-ге өтесіз. Бұл жерде дәл солай бірінші адамнан $5 табыс табасыз, екінші адамнан сіз $10 клон баланс аласыз. Клон баланс дегеніміз, сіз бұл бағдарламада өзіңіздің партнерларыңызға көмек ретінде, не өзіңізге көмек ретінде клондар қоя аласыз. Біздің клондар басқа компаниялардың клондарынан айырмашылығы, қазір басқа тарапқа түсіндіре кетейін сіздерге. Мысалға, сіздің партнеріңіз өзінің, мына матрицада тұр деп айтайық, былай орны бар, 2 серіктестері адам шақырмай, мысалға, өзінің жұмысын орындамай, бұл кісі тұрып қалған кезде, мысалға, осы кісіге көмектестіңіз, бұл кісіге клон қойып бердіңіз. Бұл клонды сіз қойдыңыз, бірақ бұл клон сізге жұмыс жасайды. Мына жерде сіз көмек ретінде, мысалға, $5 мынау сіздің партнеріңіз алды, ал клон осы жерде тұрады, бірақ сізге жұмыс жасайды. Ол қалай? Мысалға, міне клон тұр, бұл клонның асты толықталады. Мысалға, бұл клонда, міне жерде мынау пакет миниде тұр десек,
$5 табыс тапты, иә, міне клон. Бұл $5 клонның балансына түспейді. Бұл сіз осы клонды жасаған кісі, яғни сізге, иә, міне сіз осының барлығын жапқан соң, сізге өзіңіздің сол басты логинге табыс түседі. Және де бұл жерде клоннан табыс табу барлық пакетте бар. Былай айтқанда клондар барлық пакетте жүре алады. Қазіргі мына жердегі үлкен табыстарды көрген соң, клондар сізге мынау жүйеде тапқан табысыңыздан бөлек қаншалықты көп табыс әкелетінін ары қарай өздеріңіз есептеп ала аласыздар деген ойдамын. Себебі клонның өзі де как тірі бот ретінде жұмыс жасайды. Сондықтан да бұл жерде тек қана сіз бір логинмен кірмей, клондарыңыз көбейіп, мысалға бұл жерде 2 клон алдыңыз. 2 клон. 2 клон арқылы сіз өзіңіздің партнеріңізге көмектестіңіз, және де жүйеде клондарыңыз сізге табыс әкелу үшін сізге де көмектесіп отырады. Және де тағы да бір айта кететін жайт, оны айтпай болмайды деп ойлаймын. Мысалға, сіз мына жерде клоныңыз, сіз мына жерде тұрсыз, иә? Сіздің клоныңыз мына жерде жауып, сізге мына жерге өткен кезде клон өзіңіздің сол бастығымен, иә, жолыққан кезде клон жойылады. Клон жойылады да, осы мына жерде қанша $15, иә, $15 номиналды сумма бар. Сол номиналды $15 клон қайталап сізге беріп кетеді. Сондықтан да бұл жерде міне көріп тұрғаныңыздай әр столда табыс, және де клоннан табыс аласыздар. Ал жалғастырайық. Пакет меди. Пакет медиге сіздер мына жерді жапқаннан кейін өтесіздер. Пакет меди $35. Бұл пакетке сіздер не мынаның барлығын жауып кіре аласыздар, немесе мини пакетін ашқан соң сізге меди пакеті де ашық болады. Былай айтқанда $42 кірсеңіз болады. $42 мен сіз өзіңіздің табысыңызды мына жақта да таба беретін боласыз. Ал бастайық. Меди пакеті дәл осында 7 орындық матрица. Бірінші адамнан $30 табыс, ал қалған 3 адамнан сіз меди 2-ге өтесіз. Меди 2-де сіздің бірінші адамыңыздан табысыңыз $30, екінші адамыңыздан келесі столға өтеміз. Өте оңай маркетинг план. Бұндай маркетинг ешерде жоқ деп ойлаймын. Бірінші адамыңыздан $70, екінші адамыңыздан $10 клон баланс алдыңыз. Клон баланс, иә, клон. Және де бұл жерде сіз макси 1-ге өтесіз, иә. Макси 1-де дәл осындай 7 орындық матрица. Бірінші адамнан $210 табыс табасыз. Қалған 3 адамнан келесі столға өттіңіз. Келесі столда бірінші адамнан $460 табыс табасыз. Келесі адамнан келесі столға өтеміз. Келесі үшінші столда, иә. Үшінші столда сіздер $500 бірінші адамнан табыс тапсаңыз, екінші адамнан сіз $800 табыс табасыз. Макси столы өте көп табыс әкелетін стол. Және де бұл жерден де табыс табамын дейтін болсаңыздар, мына жерде сразу дейтін барлық нелерді сатып алсаңыз болады. Столдарды бір дестен $262 болады. $262 мен бастайтын болсаңыздар, сіз бұл жерде осы матрицаны толықтай небәрі командамен есептеген кезде 30 ғана адаммен толықтай жауып шығасыздар. Егер сіз $7 мен бастайтын болсаңыздар, міне $7 мен бастадық,
$7 бастағап, осының барлығын бітірген кезде сіздің жалпы табысыңыз $2115 құрайды. Мына жерде айтпай кеттім сіздерге, $90 клон аласыздар. Клонды сіздер не $5 жасауларыңызға болады, не $30 жасауларыңызға болады. Сондықтан да клонды не жинақтайсыздар мына жерде, немесе міне $90 плюс $10 плюс $10, $110. Не $5-дан, не $30-дан сіз клон жасай аласыз. Ол енді өзіңіздің командаңыздың қалай дамып жатқанына байланысты. Ал $7 бастады, $42 бастайтын болсақ, сіздің табысыңызға $2115, міне $2115 қоса $30 қосылады. Неге $30 қосылды десеңіздер, сіз мына $42 кірдіңіз, мына жерде де логиндеріңіз тұр. Мына жерде сіз жапқан кезде мына логин екеу бір ұқсас логин бір-бірімен соқтығысады, сізге номиналды сома беріледі. Сондықтан да мына $30 қосып отырмын. Және де $262 мен кіретін болсаңыз, бұл жерде табысыңызға тағы да $210 қосылады. 2000 қанша шығып еді? $2335. $2335 табыс табасыз. Енді бұнымен біз шектеліп қалмаймыз. Себебі мынау сіз Максиді жапқан соң, сіз реинвест жасайсыз. Реинвестті Макси 1-ге қайталап жасайсыз. Ол нені білдіреді? 210, 460, 500, $800 сіз қайта аласыз. Бұл 1000 мынаның барлығынан қосайын, мынаның барлығы немесе $1970. Шексіздік белгісін қойайын. Сіз бұл табысты осы Макси де қанша рет айналасыз, сонша рет тауып отырасыз. Сіз енді қараңыздар, не бәрі не $7 мен бастадыңыз, не 42, не 262. Қалай есептетін болсаң да, бұл табыс өте керемет. Мысалға 3 аккаунтпен кірдіңіз делік, міне 3 пакетте де сатып алдыңыз, $2335 плюс $1970 шексіз түрде табыс тауып отырсыз. Өте керемет маркетинг план, өте оңай, әр сатыда табыс көріп тұрғандарыңыздай. Және де бұл жерде сіз табысымды тағы да ұлғайтамын дейтін болсаңыздар, мына жерде 3 логинмен, қалаған жеріңізде 3 логинмен кіруіңізге болады. 3 логинмен кірдіңіз деген, осы табыстарды 3 есеге көбейтуіңізге болады, немесе 7 есеге, 7 логин арқылы кіріп көбейтулеріңізге де болады. Енді оның барлығы өз қалталарыңызға байланысты, өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Қаншалықты табыс табым десеңіздерде, Magic Wallet бағдарламасы сізге өте керемет мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан да жақын арада бізде осы бағдарламаның старты болғалы отыр. Сол стартқа үлгеріп қалсаңыздар, ең басындағы көшбасшылардың арасында боласыз. Сондықтан да мұқиятты түрде осы маркетингті тыңдап, қарап, сұрақтарыңыз болса, номер қалдырып кетсем, сол номер бойынша сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Барлықтарыңызбен көріскенше дейін сау болыңыздар.